Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Не отырыңыз елді? Соңыңызды чутап. Жаман беспредел, да? Талғардағы оқиға касайын. Атак, семьясының қайғысына ортақпыз, көңіл айтамыз. Тас түскен жеріне ауыр. Сондай баланы тәрбиелеп өсірген Қаржаубай достойный еркек екен, базар жоқ. Семья үшін до конца тұрып беріп, до последнего тұрған бала, Алла алдынан жарылқасын, мықты жігіт екен. Бірақ мына істеген жігіттердікі беспредел, конкретно шакалдар сияқты. Шакал сияқты емес, шакалдар олар. Гены, бля. Напали, убили одного пацана. За что? За какой-то, бля, харам. За пиво, за водку. Одан кейін молодежь, кажется, вообще андай слабый и как шакалы растет. Пепсикольный молодежь. Старших не уважай, как раньше. Біздерде мысалға ағаларды сыйлайтынбыз. Үлкен ба, аға, кіші ма, братишка. Все. Одан кейін мынандай понятие бар еді. Қызбен кетіп баратыр, семьямен, әке-шешемен кетіп баратыр, демейміз. Бір өзі болады, қалағанын істе. Главное өлтірме. Одан кейін Талғарда мен түсінбеймін. Ағалары жоқ па деймін да, ол жігіттерге пояснять етеді, тәрбие беріп, мынандай дұрыс емес, мынандай тірлік болмайды деп айтатын. Амма правительствоға как-то былай қарап тұрсам безразлично, оның өртеніп кете ма, баласы өліп қала ма, оларға былай айтқанда по барабану. Соның орнына қоятын солар ғой негізінде. Одан кейін өтірік бандит болып жүргендер, қойыңдар сендер ондай нәрселерді. Пышақ ұстап алып, бандит сезініп, өзіңді үйтіп жүргенін. Жаңа тиктокта жүр ғой, за сержата, үйт жүрем, бүйт жүрем деп. Оны үйтіп публикаға ойнамай істейтін адам барып істейді. Оны тиктокқа салып, мен үйт жүрем, мен бүйт жүрем деген порожняк нәрсе. Кім біреу үшін барып страдать еткісі келеді дейтін. Ешкім страдать етпейді. Мен мысалға біреу үшін барып страдать еттім келмейді. Тура солай. Өзімнің көз қарасым, өзімнің мнением осы. Ассалаумағалейкум.